Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте кереметтей бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Өзімнің әрдайым қонақ келгенде жасайтын, өзіме қатты ұнайтын рецепт. Осы рецептпен бір жасап көрсеңіз, үнемі осы рецептпен жасайтын боласыз. Біз ең алдымен жылы сүтіміздің үстіне 2 шай қасық қант саламыз. Және 1 шай қасық дрожжи саламыз. Ашытқы. Жақсылап араластырып аламыз. Үстіне азырақ ұн қосамыз. Ұнымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Массамыздың бетін жауып қоямыз көтерілгенше. Енді жылы суымыздың үстіне 2 ас қасық қант саламыз. Тұзымызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. 1 жұмыртқа қосатын боламыз. Және де жақсылап араластырып аламыз. Біздің дрожжиміз бен сүтіміз осылай жақсылап көтерілді. Осы массаның үстіне қосатын боламыз. Және де үстіне електен өткізіп ұн қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болуы қажет. Плотно болып кетпеу керек. Бірақ сұйықта болмау керек. Осындай қамыр иледік. Енді бетін жауып, көтерілгенше кішкене қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды кішкене ұн сеуіп, ұнның үстіне қойып, 2 бөлшекке бөліп аламыз. Екі күлше жасаймыз. Қамырларымызды жақсылап жайып аламыз. Өте қатты жұқартпаймыз. Жайып алған қамырларымызды осындай дөңгелекшенің көмегімен дөңгелетіп кесіп аламыз. Бізде бауырсақтарымыз осындай болады. Жұқада емес, қатты қалыңда емес. Доскамыздың үстіне ұн сеуіп, осы бауырсақтарымызды тізіп аламыз. 10-15 минуттай тұрып көтерілу қажет. Қызып тұрған майымызда көтерілген бауырсақтарымызды салып пісіріп аламыз. Бауырсақтарымыз көтеріліп, әдемі болып піседі. Екінші жағына аударамыз. Екінші жағы тез пісетін болады. Бауырсақтарымызды осылай шығарып аламыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, бауырсақтарыңыз өте дәмді және жұмсақ болып піседі. Қазір ортасын көретін боламыз. Ортасы осындай болып, керемет болып піседі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Мені қолдап, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.